есімім Гүлдана Жанәліқызы, дәрігер. 10 адамның 5-еуінде іш қату пайда болып жатады. Осы іш қатудың себептері неде? Оның қандай салдарлары болады? Қалай алдын алуға болады? Жүкті әйелдердегі, емізулі анадағы, балалардағы, қарттардағы іш қатудың қандай айырмашылықтары бар? Осы туралы нақты видеода бөлісетін боламын. Іш қату дегеніміз, яғни бұл іркіліс деген мағынаны білдіреді. Яғни тоқ ішекте каловый массаның жиналып тұруын айтамыз. Іш қатудың негізі 12 және 50% үлкен адамдар зардап шегеді. Ал 40-60%-ға дейін көп жағдайда балалар, жас өспірімдер іш қату мазалайды. Осы іш қатудың біз қалай білеміз? Бұның клиникалық белгілері қандай? Болмаса, өзінің қандай белгілері болады? Іш қатқан кезде бұл аптасына 3 рет бару. Барған кезде де сондай қиналып, күшеніп, терлеп, тепшіп, болмаса саусақты қолданып, болмаса жамбас асты бұлшық еттерін мыжғылап отырып, не болмаса су қолданып, клизма жасап, болмаса түрлі дәрі-дәрмектерді свеча арқылы қолдануды біз іш қату, созылмалы іш қату деп айтамыз. Енді қалыпты жағдайға келейік. Физиологиялық жағдайда адамның ас қорыту жолдары дұрыс дамыған болса, ешқандай патологиялық аурулар болмаса, күнделікті таңғы уақытта үлкен дәретке шығады. Болмаса, таңғы астан кейін үлкен дәретке шығу керек. Қандай жағдайда бізде үлкен дәретке шықпайды? Мысалға, мен мына жерде картинкаға қарап кететін болсаңыздар, бұл жерде каловый массаның түрлері көрсетілген. Орех тәрізді, домалақ болып шығуы. Одан кейін барып, екінші түрі бұл колбаса тәрізді, бірақ кедір бұдыр, тіпті тікшектің өзін жыртып жіберетіндей шығатын кал. Одан кейінгі түрі бұл қалыпты түрі болып есептелінеді. Колбаса тәрізді, жинақталған, ауру сезімсіз, үлкен дәретке шыққан кезде ешқандай да жағылмайтын, жаңағы суға бірден батып кететін, бұны қалыпты түрін айтамыз. Одан кейін жылан тәрізді, одан кейінгі түрлері бұл іш өту кезіндегі каловыйдың массаның түрлері болып есептелінеді. Бұл тоқ ішекке судың, яғни көптеп жиналуынан, яғни бұл тоқ ішекте каловый масса тұрған кезде көп тұратын болса, бұл өзіне сұйықтықты көп жинайтын болады. Сол сұйықтықты көп жинағаның әсерінен бұл каловый массалар өзіне біріне-бірі жинала беріп, сол жерде топтасып, үлкен жаңағы колбаса тәрізді болып, қатты болып шығатын себебі осыдан. Екіншіден, бұл тоқ ішектің перистальтикасы, яғни мысалға біз күндіз бойы ішеміз, жейміз, ойнаймыз, жүреміз, секіреміз, күлеміз, вот сол кезде түнгі уақытта организм демалады, яғни дұрыс ұйықтауымыз керек. Сол ұйықтаған кезімізде біздің мына тоқ ішектің перистальтикасы, яғни жылжытып, яғни каловый массаны жылжытып, төмен қарай тік ішекке түсіреді. Соның перистальтикасы дұрыс болмайды. Бұның перистальтикасы қай кезде дұрыс болмайды? Постоянно стрессте, айғай-шуда, уайымда жүрген кезде бұның перистальтикасы, яғни босаңсу жаңағы шығарып, каловый массаны шығару қызметі төмен болады. Одан кейінгі барып тік ішек, яғни тоқ ішектен алып кеп тік ішекке келеді. Сол тік ішектің аурулар кезінде, жиі клизма жасаған кезде, тіпті жаңағы санаторный, курортный лечениялардың өзінде осы клизма жасау арқылы емдейді. Бұл өте дұрыс емес. Өйткені бұның сфинктері, рефлекстері дұрыс жүрмей қалады да, кейін даже калдың тік ішекке келіп тұрған сезбей қалатын болады. Гомосексуализм кезінде осы жаңағы тік ішектің қызметі бұзылған кезде запор болып жатады. Енді осы запордың себебін айтатын болсам, запордың біріншілік, яғни іш қатудың, және де екіншілік себебі болып келеді. Біріншілік себебіне бұл осы ішектің, яғни өзінің ішектің қызметінің дұрыс болмауы нәтижесінде перистальтикасы дұрыс емес, болмаса сол ішектің өзіне түрлі онкологиялық аурулардың, кисталардың, түрлі жаңағы дамымаудың, жаңа физиологиялық дамымай қалған кезде осының әсерінен түрлі
жаңағы запорлар пайда болып жатады. Екінші себебі бұл осы ішектен тыс органдарда ауытқу болған кезде. Яғни бұл неврологиялық, психологиялық, эндокринді әсіресе осы гормон ауытқулары кезінде асқазан, ұйқы безі, өттің, бауырдың, бүйректің дұрыс жұмыс жасамауының нәтижесінде запор болады. Және де стресстің. Енді осы запордың себептеріне келетін болсақ, енді бұны біз осы запорды үлкен бір 3 категорияға бөліп қарастырамыз. Бұны өмір сүру салтына байланысты. Өмір сүру салты, яғни бұл не кіреді? Біздің тамақтануымыз кіреді, ұйықтауымыз кіреді, су ішуіміз кіреді, жүруіміз, тұруымыз кіреді, қандай тамақ ішеміз деген сияқты соған байланысты. Тамақтың құрамы, клетчаткаға клетчаткасы аз, тіпті жоқ өнімдерді жеу, суды аз ішу, судың өзіне бұл сулы тамақ кірмейді, чай кірмейді, таза судың өзін аз қолдану. Углеводтарды көп жеу, яғни бургер, түрлі зиян, KFC дейміз, сондай түрлі қою тамақтарды жеу, аз жүру, гиподинамия осы запорға алып келеді. Енді ол сыртқы күштерге келетін болса, сыртқы күштер, дәрі-дәрмектер, қазіргі бір сондай бір дәрі-дәрмектің заманы, түрлі дәрі-дәрмек дәрігердің тағайындаусыз бір көршіңізге әсер етсе, сол дәріні алып іше салу маған да әсер ете ме екен деген сияқты. Осы дәрі-дәрмектің түрлі гормондардың, жүктілікке қарсы ішілетін дәрілердің, түрлі антидепрессанттар, осылардың барлығы іш қатуға алып келеді. Чай, кофе, ақ нандарды, күріш, картоптарды көп мөлшерде қолданған кезде іш қатулар пайда болады. Әсіресе осы алиментарный запорға кіргізер едім, таңғы уақыттағы асты ішпеу. Таңғы ас кезінде, яғни үлкен дәрет екі жағдайда шығады. Сіз мысалға түнімен ұйықтадыңыз, горизонтальды қалыпта. Тоқ ішегіңіз қимылдап сіздің каловый массаңызды алып келіп, тік ішекке алып келеді. Орнымыздан тұрған кезде, бұл біз үлкен дәретке шығуымыз керек. Екінші жағдайда бұл ұйықтан тұра салған шықпасаңыз, таңғы асты полноценно ішкен кезде уже үлкен дәретке біз шығуымыз керек. Таңғы ас ішпедіңіз ба? Болды, уже сізде іш қату мазалайтын болады. Және гиподинамиялық запор. Гиподинамия дегеніміз, яғни қимыл қозғалыстың аз болу нәтижесінде. Енді бұл гиподинамияға қарт кісілерді жатқызсақ болады, себебі ол кісілер ешқандай физикалық күштеме жасамайды, жүрмейді, тұрмайды. Тіпті ауырып жатқан адамдар, яғни көп горизонтальды уақытта жататын адамдарда осы гиподинамия кесірінен іш қатулар пайда болып жатады. Одан кейінгі механикалық запор дегеніміз, яғни бұл ішектерде онкологиялық кисталардың, түзілістердің пайда болу нәтижесінде осы запор болады. Және де бұны біз көп жағдайда колоноскопия арқылы ғана анықтай аламыз. Егер де кім мені тыңдап отырған болатын болса, мысалға 50-ден жоғары үнемі іш қатулар болатын болса, міндетті түрде колоноскопия жасауларыңызға кеңес беремін. Енді проктогенный запор дейміз. Бұл проктогенный запор, бұл тоқ ішектен алып келіп, тік ішекке алып келді ғой. Сол тік ішектің ақаулықтар кезінде, гомосексуализм кезінде, жиі клизма жасаған кезде, санаторийға барып, асқазан ішек жолдарын жудым, тазаладым деп түрлі жасаған клизмалар жасаған нәтижесінде осындай запорға алып келеді. Және де токсичный запор дегеніміз, бұл токсичный запорға алкогольді өнімдерді қолдану. Алкогольді өнімдерді ішу, қолдану осы токсичный запорға алып келеді. Бұл токсичный запордың өзіне біздің ішіп жүрген чайымызды алып келеді. Сүтпен чай, болмаса қара шайды жиі қоюлап, қызылдап тұрып ішу. Бұл эндокриндік запор өте жиі кездеседі, себебі біздің Қазақстан сондай бір йод тапшылықты ауданда тұрғандықтан, екінің бірінде ашушаңдық, уайым, шаш түсу, әлсіздік, тырнақ сынғыш, бірде күліп жүреді, бірде депрессивный жүреді. Осының бәрі йод жетіспеушілігінен. Осы бұның салдары, яғни осы қалқанша безінің қызметінің төмендеуінің салдары, бұл уже запорға алып келеді. Яғни
кімде запор ұзақ мазалайды, міндетті түрде қалқанша безінің қызметін тексеруге кеңес берер едім. Және де су мен электролиттердің байланысының нашарлауында, бұл көп жағдайда жүрек қан тамырлар жүйесінің аурулары, созылмалы жүрек жеткіліксіздігі кезінде, яғни калий, натрийдің қызметі бұзылады, одан кейін бүйрек жеткіліксіздігі кезінде, созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі, әсіресе гемодиализ алып жүрген науқастарда осы запор мазалайды. Осы су электролиттік бұзылысының нәтижесіндегі іш қату деп айтамыз. Одан кейінгі медикаментозды запор. Бұл жаңаға дәрілерді қолдану, жаңа айтып кеттім, жүктілікке қарсы антидепрессанттар, анаған көмектесі, мен осыны іше салайын дейтін дәрі-дәрмектер, дәрігердің тағайындаусыз ішетін түрлі дәрі-дәрмектеріміздің барлығы осы медикаментозды іш қатуға алып келеді. Одан кейін барып неврогендік запор. Неврогендік запор бұл көбінесе психологиялық ауытқуы бар науқастарда болады, жаңағы шизофрения, түрлі ауытқулары бар адамдарда запор болады. Және де осы тағы бір запор түрі, бұл запор путешественника дейді, яғни сіз белгілі бір жаққа барасыз, мысалға қонаққа или болмаса ауылды жерге барған кезде, сол жерде жаңағы үлкен туалетке барған кезде сіз туалеттің түрін көріп үлкен дәретке отырғыңыз келмей болуы мүмкін, мысалға соны запор путешественника дейміз. Бұл енді қалыпты жағдай қайтадан келеді. Енді бұған енді запор болып жатыр, сізде уже жылдап жатырсыз, әлі жүрсіз запормен, енді осының ең қауіпті сигналдары қандай? Бұл іштің өзінен өзі кешкісін ісіп кету, яғни вздутие живота дейміз. Үлкен дәреттің қан аралас шығуы, әлсіздік, жүрек айну, кей кезде құсу да болуы мүмкін. Одан кейін барып салмақтың тасталуы. Білмейсіз, салмағыңыз өзіңізден өзі азайып кетті. Осының барлығы жаңағы өте бір жаман ауруға тән клиникалық белгі, яғни ұзақ уақыттық запордың өзі түрлі онкологиялық ауруларға алып келеді. Мысалға қараңыз, бір жерде бір ящик тұр дейік, мусорный ящик. Сіз мысалы аулаға мусор шығарасыз, сол мусорды күндігінде алып кетпесе, ол қалай сасиды, шірейді. Дәл сол сияқты, мысалға біздің аузымыз арқылы тамақ ішеміз. Тамақты жейміз, шайнаймыз, сөл бөлінеді. Одан кейін барып өңеш арқылы өтіп асқазанға түседі. Асқазанның өзінің ферменттері бөледі, расщепляет, жаңағы майдалатады. Одан кейін барып 12 шекке түскен кезде барып жоғары жақтан өт бөлінеді, мына жақтан ұйқы безінен инсулин бөлініп, қалай шекке түседі. Шекке түскеннен кейін, ащы шекке түскеннен не істейді? Ащы шек бұл жаңағы бәрін бөледі қан арқылы. Қан арқылы миға, жүрекке, бұлшық етке деген сияқты бөліп отырады. Одан кейін барып содан қалған қалдықтың бәрін тоқ ішекке алып келеді. Енді тоқ ішекке алып келгенде ойлаңыз, сізде запор, тоқ ішекте не тұр? Мусор тұр, каловый масса тұр. Ол не істейді? Сол жерде тұрғаннан кейін бықсиды, сасиды, қан арқылы организмге бөледі. Соның нәтижесінде көп әйелдерде жаңағы түрлі аурулар пайда болады. Әйел болсын, ер болсын, барлық адамдарда, ашушаңдық, шаршағыштық, әлсіздік, шаштың түсуі, жаңағы түрлі миомалардың, кисталардың, онкологиялардың пайда болу. Себебі жаңағы улы зат, жаңағы қан арқылы біздің организмге тарап отыруының нәтижесінде болады. Енді осы запорды міндетті түрде емдеуіміз керек. Енді жақсы білдік, себептерін білдік, салдарын білдік. Енді қалай білеміз, қалай емдейміз, не істейміз? Біз анализ тапсырамыз. Күнделікті ең керекті анализ жалпы қан анализі, зәр анализін тапсырамыз. Биохимиялық қан анализі не көруге болады? Қан анализі арқылы біз инфекция бар ма, жаңағы су көп іше ме, аз іше ме, қаны қандай екен, қою ма, сұйық па, воспаление бар ма, жоқ па, биохимиялық анализ арқылы не көруге болады? Өті қалай жұмыс істеп жатыр екен, бауыры қалай жұмыс істеп жатыр екен, бүйрек қалай қызмет етіп жатыр екен деген сияқты бүкіл органдардың қызметтерін көре аламыз. Зәр анализ арқылы бүйректің қызметін көре аламыз. Одан кейін капрограмма, яғни бұл үлкен дәреттің кал, соны анализге тапсыру арқылы білеміз. Бұл біз анализге тапсырған кезде, бұл жаңағы сізден өтіңіз дұрыс бөлініп жатыр ма, қай жерден ауытқу кетіп жатыр, осы капрограмма арқылы білуге болады. Одан кейін ультрадыбыстық зерттеу әдісі, бұл бүкіл органдардың, яғни бауыр, бүйрек, өт, ұйқы безі,
арқылы көреміз, бірақ каловый массаны көрмейміз әрине. Біз предполагаем, да, что у него, из-за чего деген сияқты. Мысалға, запор болса, сіздің өтіңіз дұрыс бөлініп атқан жоқ. Сізде өтіңізде қызметі дұрыс емес, яғни өттің ағу қызметін жақсартсақ, запор кетеді деген сияқты. Сол органдардың қызметін білу арқылы біз ем жасаймыз. Екіншісі бұл колоноскопия. Колоноскопия арқылы біз тоқ ішек, аш ішек, барлық қызметтерін көреміз. Онкология бар ма, жоқ па, перистальтикасы қалай, жақсы қызмет етіп жатыр ма деген сияқты нақты 100%-дық бізге информативті әдістердің бірі осы колоноскопия болып табылады. Енді осы запордың қалай емдейміз, емдеу жолы қалай, сол туралы келесі видеода айтатын боламын.